Жаңа ғана жеткен ақпарат, бүгін үкіметте селекторлық жүйеде жиын өткен өздеріңізге айтқан болатынбыз. Басты тақырып цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратуға көшу. Премьер-министр Бақытжан Сағынтаев бұл істің аймақтарда орындалу барысын дер кезінде жүзеге асыруды тапсырды. Цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратуға көшудің маңызы зор. Бұл ірі әлеуметтік жоба, сондықтан да оған үйлескен түрде мониторинг жүргізу қажет. Ақпарат және байланыс министрлігі осыған байланысты өңірлермен бірлесе отырып, цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратуға көшуді уақытылы өткізуді жүзеге асыруы тиіс. Ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев өз есебінде шалғай жатқан аудан ауылдарды сапалы дыбыспенемен қамтамасыз етуге болатынын жеткізді. Осы стандартқа толық ауыссақ, телеарналар саны артпақ. Осылайша қазақстандықтар облыс орталықтары деңгейінде 30-ға жуық, ал ауыл және аудан орталықтарында 15-ке жуық отандық телеарнаны цифрлық сапада тамашалай алады. Аймақтармен өткен селекторлық отырыста Түркістан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев баяндама жасады. Аймақ басшысы бүгінгі таңда аталған жұмыстарды атқару аясында облыс бойынша цифрлық жер серіктік және эфирлік желілері бойынша қосылған абоненттер саны 362 мыңнан асатынын жеткізді. Құрметті Бақытжан Абдырұлы, қадірлі үкімет мүшелері, цифрлық эфирлік телерадио хабарларын таратуға көшу мақсатында бүгінгі күні Түркістан облысында цифрлық жер серіктік және эфирлік желілер бойынша қосылған абоненттер саны 362.180-ді құрап отыр. Оның ішінде қалалар мен аудандар бөлінісіндегі цифрлық жер серіктік тележелісіне қосылған абоненттер саны 176.677. Ал қалалар мен аудандар бөлінісіндегі цифрлық эфирлік телеарнаға қосылған абоненттер саны 180.503.